Ассаляму алейкум. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен екі ғана заттан тұратын балмұздақ жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, ал дәмі тура дүкеннің балмұздағына ұқсайтын болады. Сіздерге қызық болса, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Шұңғыл ыдыста 33% сливки мен сгущенканы 1-2 минут миксерлейміз. Балмұздақ үшін пайызы 30-дан жоғары сливки алуларыңыз қажет. Одан төмені миксерлегенде қоюланбайды. Және де миксерлейтін уақытта сливкині суып болуы қажет. Неке біздің өте дәмді массамыз дайын болды. Енді бұны формаға құйып аламыз. Сіздер тоңазытқыштарыңызға қоюға ыңғайлы кез келген ыдысқа құйып алсаңыздар болады. Ал мен балмұздаққа арналған формаларды қолданамын. Неке массамыз 6 формаға тең келді. Енді оны бірнеше рет үстелге соғып, ауа көпіршіктерін шығарып аламыз. Кейін таяқшаларын салып, мұздатқышқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Мұздатқыштан шығарғасын балмұздақты формадан шығаруға асықпаңыздар. Үй температурасында 15 минут тұрғаннан кейін шығара берсе болады. Немесе форманы ыстық суға бірнеше рет сала отырып шығарып алуға болады. Міндетті түрде жақындарыңызға осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен алда тағы түрлі балмұздақтардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Оларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Қаламқас және дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.